Ал Қазақстан тәуелсіздік декларациясын жариялаған сәтте мемлекет ретінде қиын-қыстау үркіншілік заманда шетелге кеткен ағайынды бір тудың астына жинауды міндеттеме ретінде алған еді. Содан бері Қазақстанға 1 миллионға жуық бауырымыз оралып, бүгінде еліміздегі әрбір 10-шы қазақ шетелден келген бір туғанымыз. Ағаштай биік тайсаң қарағайдай дегендей, олардың арасында ақын мен жазушы, даңқты спортшы мен әншілер бар. Еліміздегі орта кәсіпті дамытып жүрген бизнесмендердің өзі бір төбе. Оралман қазақтар тәуелсіздіктің нығаюына ештеңе қоспады дегендердің сөзі, жұмсақтап айтқанда қиянат екенін келесі сюжеттен соң мойындамасқа амал жоқ. Ағайын кімсің деме оралманбыз, көк туына тамызып көздің жасын сағынышпен сарыққан мол арманбыз. Қазақстан бір жаным садағаң деп жас отанға жармаса оралғанбыз. Осы оралмандар бізге масыл болды дейтіндер де бар. Олар бізге іштемеден беріп жатқан жоқ дейтіндер де бар. Әзірге мәзір аяқ астқа түк қасық болып келіп жатыр деп осыны ауырсынып жүргендер де бар. Ол жай көшедегі әңгіме емес, әжептәуір кісілер айтады кейде осындай пікірді. Бір өкінішім, халықаралық жарыста қазақ елінің намысын қорғай алмадым деген Мұстафа Өзтүріктің өзі бір қазақ үшін не тұрады. Әлемге әйгілі тұлға, таеквондодан 6-дан иегері Мұстафа Қазақстанға 90-шы жылы келген еді. Жоғары оқу орнын журналист мамандығы бойынша ағылшын тілінде бітіріп, Қазақстанда таеквондо мектебін ашқан Мұстафаның ұлтжандылығы сонша, өз шәкірттеріне жаттығу барысында тек қазақша сөйлеңдер дейтін. Қытайдың Құлжа қаласынан келіп, дүние жүзін бұлбұлдай даусымен тамсандырған Майра Мұхаммед қызы дәл қазір Алматыда. Ол 2003 жылы келісім шартпен Парижде 7 жыл болып келген еді. Ақорданы қазақтың алғашқы мемлекеті деген Моңғолия премьері болған Зардыхан Қинаятұлы мен киелі Құран Кәрімді қазақшаға аударған Халифа Алтайда қазақ еліне қыруар еңбек сіңірді. Бірі Моңғолиядан ата қонысын іздеп келсе, енді бірі Түркиядан оралған. Ал кей жазушылар тіпті шетелден келген білімді азаматтардан бір-екі адамның билікте отырғанында абзал дейді. Грузияның 2 министрі оралман. Біреуі соғыс министрі, екіншісі экономика министрі. Бентукица дейтін екеуі де оралман. Соны Саакашвили екеуінде министр қойды. Мен ойлаймын, осы Зардыханаға келген кезде премьер-министр қойып жүру керек еді. 2008 жылы Бейжің төрінде алтын медальды қанжығаға байлап, қазақтың туын көкте желбіреткен Бақыт Сәрсекбаев та елге оралған ағайынның қатарынан. Өзбекстаннан келген қазақтың чемпионы, бірінші дәрежелі Барыс орденінің иегері, күллі әлемдегі спорт жанкүйерін қазақтың әнұранына құлақ түргізуден асқан бақыт жоқ деген болатын. Тура сол Олимпиада ойындарында Қытай атынан шығып, қола жүлдені иемденген қазақтың қара баласы Қанат Ислам да қазір отанға оралды. Қазақ әлемнің қай бір ұшында жүрсе де қазақ деген боксшы 2010 жылы Қазақстанға келіп, аз уақыт бұрын ғана азаматтық алды. Қанат қазір Астана Арландары командасының атынан халықаралық жарыстарда топ жарып жүрген былғары қолғап шеберлерінің бірі. Бақыттың қасында отырып, көкті көтерілген кезде шын айтсам, бірінші орында бақыт емес, өзім тұрғандай сезініп жатырмын да мен. Тура көзімнен жас ағайын деп жатыр да, көктуді көріп. Сонда өзім разы болдым да, бақытқа келіп құшақтап. Елге қайтқан қазақтардың арасынан тек жеке тұлғалар ғана шыққан жоқ. Сонымен қатар қазақтың ұмытылып бара жатқан мәдениеті мен салт дәстүрі де оралды. Қандас ағайыннан олигарх шықпаса да, Қазақстанда орта кәсіпті дамытты. Шетелдегі 5 миллион қазақпен арадағы алтын көпірге айналды. Бүгінде ұлттық биге айналған Қаражорға биінде қайта жаңғыртқан осы қандас ағайындар еді. Туған жердің топырағын аңсап келген 1 миллион қазақ Қазақстанға не берді дегендерге жауап осы. Әр елдің босағасында жүрген оралман, босағада жүрген бодан. Жұрт ата жұртқа не іздеп келеді? Ата жұртқа ең алдымен азаттық іздеп келеді, бостандық іздеп келеді, теңдік іздеп келеді, сосын әділет іздеп келеді. Қазақстан үшін еңбек еткен қандас ағайынның тізімі жақында тәуелсіздік жемісі атты кітап болып та шыққан. Ағайын кімсің деме ақтабанбыз, ер мылтық қатыны бесік алып, Памир Алтай Альпіні таптағанбыз, туған жердің бір шымшым топырағын алтын сандық түбінде сақтағанбыз. Саламат Омаш, Информбюро, 31-ші арна.